Бүгін 11-ші күні Астанада қымыз мерекесі жалғасуда. Астана қаласы бәйге алаңында. Әлемдік стандарттарға сай болу керек. Бірақ біздің мақсат сыртын ғана жұртқа боясалмай, оның ішіндегі ұзын да Рамазан қымызы дейді. Солтүстік Қазақстан облысы Бәлиқан ауданы. Бәлиқан ауданының келгеніміз Рамазан қымызы. Рамазан қымызының дәмін татып көрейік. Қандай екен? Кәне қымызыңыздан бірден. Солтүстік Қазақстан Рамазан деген Әкежан! Әлеке, таразының басын кейін ұстайтын адам керек деп бос айтпайды ғой. Сондықтан бүгін әділші... Саржалдың қымызы, Саржалдың қымызы, Абай облысынан келген. Саржалдың қымызы атағы бар ғой. Абай облысынан әкелген Саржалдың қымызы. Әрі қарай жалғастыруға Саржалдың қымызы үшті. Ва, мерген күші ашты. Тары, бидай. Бәрі бар. Кәне былтырға жетемеген көрейік. Саржалдың қымызы атағы бар ғой. Мақты. Жаңарқаныкі жақсы екен. Жаңарқаныкі жақсы екен. Бұрышта. Иә, ана бұрыштағы. Жаңарқаның да атағы бар ғой. Қатондікі де жақсы екен. Иә. Саржал мен жаңарқаның атағы бар. Ұлытауымыз дейді, Ақмола облысының келген. Тайтөбе ауданы. Тайтөбеден келген. Қымыздың дәмін татып. Ұлытау деп қойып алған екен. Армысыздар Астана жұрты. Құрметті қонақтар, қадірлі Азбар алқасы. Еліміздегі ең бай қымызды анықтайтын байқымыз байқауына қош келдіңіздер. Бас қала төріндегі байрақты бәсекеге арқа төсінен ат терлетіп келген жайымыз бар. Ендеше өзімізді қысқаша таныстыруға рұқсат етіңіздер. Біз Ұлытау облысы Жаңарқа ауданы Түгіскен ауылы Ілияс шаруа қожалығына қарасты Номад Милк балғымыздың баптаушыларымыз. Әулетіміздегі қымыз өндірісі 1960 жылдардан бастау алған, шипалы бие сүтін сауып, балғымызды баптай білген ата-анамыздың ізгі дәстүрі күні бүгінге дейін үздіксіз жалғасып келеді. 2015 жылдан бері қымыз өндірісімен кәсіби түрде айналысып келеміз. Сауым процесі автоматтандырылған заманауи құрылғылар арқылы жүзеге асады. Міне осылайша Алланың қалауымен қымызымыз көпшілікке ұсынып, Қазақстанның түкпір-түкпіріне жөнелтіліп, ерекше дәмімен көпшіліктің ыстық ықыласына бөленуде. Қазақстандағы ең үздік қымызды анықтайтын Бай қымыз гастрофестиваліне қатысудағы басты мақсатымыз жанға шипа, тәнге қуат артқан Номад Милк брендін көпшілікке таныту. Ары қарай сөзімді жүректен шыққан жыр жолдарымен жалғасам деймін. Қабыл алыңыздар. Нет, кому я не поняла, кто дает. Говорили,
тарқамасын думаның тарқамасын, бас қала төріндегі байғымызда бас бәйгеге менің де бар қаласын. Бұл думан дәстүріндей дәріптеген, жүректен жыр төгілсін шабытпенен, арқаның алқабынан ат терлетіп қымызын жаңарқаның алып келем. Өзімен халқыма тән сыйғырыппын, сөзімді жыр жолына сыйдырыппын. Арнасымыз біздағы жалғасымыз, арқаның әнеркесі игіліктің. Арнасымыз біздағы жалғасымыз, кешегі қоңыр үнді игіліктің. Балғымыз бойға қуат ей бақтағаным, ата-баба дәстүрі сақтағаным. Бүгінде елге мәлім біздің өнім, халықтың таңдауы деп мақтанамын. Сабасынан исаңқып сарарқанын, тамсанқан кең даланың бар алқабын. Бойға қуат арытқан жанға шипа, болмат милік төл сусыны жаңарқанын.